Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде Максима толықтай бояу керек. Мына жағынан соғылған. Негізі біраз уақыт болды бізді күтіп жүргеніне. Мына есікті ауыстырып бергенбіз алдында. Міне тұрсын деп кішкене ашылып жабылатын етіп осыны ауыстырғанбыз. Мына есікті ауыстырамыз. Мына крылың бірақ өзін шығару керек. Ең қиын жер енді осы жер болып тұр. Жалпы лактері де бетінде түсіп кеткен, мынандай көтеріліп қазір енді түрде шаң болып тұр, бірақ та лактың вообще жылтыры жоқ, жылтыры қалмаған. Төбесінде мынандай карта болып жатыр. Төбесінде де валналар бар мына жерлерде. Мына жақта алдында мына лобовойдың үсті жағы кәдімгідей шіріп кеткен. Мына жерінен де жақсылап әдемілеп жасау үшін лобовойда трещина бар. Лобовойды шешіп алып, мына жерлерін бәрін әдемілеп түптерін жасайтын боламыз. Мына жақта тағы да мына крыло қатты шіріп кеткен. Порогтары бар, порогтарын да шығару керек. Мына жақтар қатты кіріп кеткен міне. Алдыңғы крыло енді екеуі де ауысады. Екі крыло ауысады. Сосын екі есік ауысады. Капоттың жағдайы міне. Тас тесіп тастаған кәдімгідей. Осының бәрін темірге дейін түсіріп тастау керек краскасының. Алдыңғы жағында бамперлері өзінде қалады. Мына жағының міне крылосы. Мына жақтарда шіріп кеткен, ауысады. Кәдімгідей көтеріліп жатыр. Мына жақта енді порога міне. Алдыңғы жағы ойылып кеткен кәдімгідей. Сосын бізде салонды да шешіп тастауымыз керек толықтай. Өйткені мына жағында тесіктері бар. Жамау керек. Мына жағында крупный тесік, міне жері көрініп тұр кәдімгідей. Соның үшін салонда толықтай шешіп тастаймыз. Осы тесіктерін мүмкін мына жағында да тесіктер болуы мүмкін. Алдыңғы жағында, артқы орындықтың арт жақтарында шіріктерінің барлығын көріп жамап шығуымыз керек. Жалпы көліктің көрінісі осындай. Бұйырса пісімлі деп жұмысты бастаймыз. Арт жағында бізде мына жақтары тат басып бастаған, осының бәрін әдемілеу керек. Мына жағында бізде мына жерлер енді шіріп жатыр. Арт жағынан соққы алмаған екен, герметиктердің бәрі әдемі тұр, бірақ мына жерлері міне пена құйып тастаған екі жағына. Осының асты жағы шіріп кеткен. Осы пеналарын алып тастап асты жағын жамау керек. Енді соққы арт жағынан бірінші соққы осы мына крылодан болған соққы болып тұр. Салонда біраз шешіп тастадық. Енді мына жердегі артқы ең үлкен тесік осы жер шығар десек, мына жақтарда жағдай жақсы емес екен, міне жер көрініп тұр. Алдыңғы водитель жағы мына жерде міне. Мына жағы ең үлкен шіріген жері осы жер екен. Полдың почти жартысынан көбі ауысайын деп тұр. Артқы есікті де салып қойдық. Бірақ жағдай енді жақсы деп айта алмаймын. Алдыңғы есіктің жағдайы жақсырақ, негізі родной краскамен тұр. Мына жақ боялған, шпаклевкаде бар сияқты мына жерлер міне кішкене ойылып бастаған. Капотта бізде мынандай майда тесіктер өте көп. Мынаның бетіне енді бірден шпаклевка жағу үлкен қателік деп айтам. Ал әдемілеп шпаклевка жағу үшін мына тесіктердің бәрін шкуркілеу керек. Өйткені қырлары бар, мына қырларын алып тастау керек. Оны тағы да шкуркілеу керек, шпаклевка жағып болғасын, немесе сұйық шпаклевка шашуға болады. Бірақ ол уақыт өткеннен кейін просадка береді, отырып кетеді. Сол себептен де ең тиімді жолы красканы түсіріп тастау деп ойлап отырмыз. Қазір енді красканы түсіріп бастаймыз. Мынандай үш түрлі краска түсіретін алған болатынбыз. Әрине бұл жарнама емес, өзіміздің жұмысымызды жеңілдету, қайсымен жұмыс істеген ыңғайлы екенін білу үшін үшеуін салыстырып көреміз. Мына жақта бізде біреуі баллончиктегі, бұл шашылатын, мына екеуі бізде кесішкімен жағылатын. Қазір тексеріп көреміз. Аздап құйып алдық. Мынанікі міне сары болады екен мынандай. Ал мынанікі мөлдір болады екен. Енді ақырындап жағып бастаймыз. Капотта 2 слой краска болғаннан кейін бәрін түсіре алмады. Мына жерден темір шыққан жерлері де бар міне. Мына жерлер темір шыққан жер. Үшеуінде де бар. Бірақ бізде мына кесішкімен жағылатын екеуі мына жағындағы. Ол кішкене көбірек тұрып қалса, кеуіп қалады екен, қатып қалады екен, қырылуы қиын болып қалады. Ал мына баллончикпен шашатын бізде қанша уақыт өтсе де жібіп тұра береді екен, жұмсақ болып. Қазір енді бізде бір ғана слой қалды. Осыған тағы да жағып көрейік. Бір слой красканы түсіргенге мына бізде ортада жағып қойған мөлдір түсті жылдам көтеріледі екен, міне кәдімгідей көтеріп тастады.
Мына жаққа жатқанымыз енді сәл ақырындау жұмыс істейді екен. Мына жақта баллончикпен шашқанымыз бізде енді көтеріліп жатыр. Ең басында осы баллончик әдемі шашқан болатын, үстіндегі красканы түсіру үшін. Қазір жағдай осындай болып тұр. Енді баллончик жағы тұра тұрсын, мына жағын алып тастауға тура келіп тұрған сияқты. Кәдімгідей көтеріп тастады мына жағын. Мына жағы да жаман емес екен, жақсы көтеріпті. Баллончик жағы бізде. Бұл да әдемі көтеріліп тұр екен, негізі. Қатты биік болып тұрмағанымен, негізі асты жағын көтерген екен. Красканың бізде слой қалың болғасын темірге дейін жете алмай жатыр. Енді қазір құйып тұрып көбірек жағып көреміз. Бірінші мына сағын көреміз. Төмен қарай енді ағып кетпесе, бұл қалай болатынын білмеймін. Баллончиктегін көбірек шашып, банкідегін көбірек жағып, ұзағырақ уақыт қоятын болса, негізі темірге дейін барады екен. Міне қазір темір шығып тұр. Әрқайсының өзінің плюс минусы бар, кішігірім, бірақ бәрі өз жұмысын әдемі атқарып тұр, красканы түсіріп тұр. Мына арканың ішкі сыртқы екі қабатта шіріп кеткен екен. Шірікті кесіп алып тастадық. Темірден былай әдемілеп қойғандай болдық, барынша келтіріп. Кішкене майысып тұрған жерлері бар, сварка тартқан жерлері, ісіп тұрған жерлері бар. Осылардың бәрінен бір қатар тізеп шығу керек. Астыңғы жақтарда мына жерлер шіріп жатыр екен. Осыларды кесіп ауыстыру керек. Мына жақтарын уже кесіп қойдық парокты да. Мына жағында бізде шіріп кеткен. Мына жерінде негізі тағы да бір бөлшек сияқты болу керек. Мына жерден басталып бүйтіп айналып келіп мына жерге келетін. Қазір бізде осы жағы жоқ. Мына жердің астының бәрі пена болып тұр қазір. Көріне ме, көріне ме? Мен құйған пена. Мына жерінде темір жоқ, мына жерде вообще ашық болып тұр. Артқы жағы міне былай сваркіленді. Мына жерде порог бар, әлі сваркіленетін. Мына жағында міне. Мына жерлердің бәрі сваркіленді. Мына жер жоқ болатын. Артқы жағы, мына жағы міне. Толықтай жау жер. Мына жерде негізі ауа кіріп шығатын пластмасс болады. Ол пластмассының резиналары еріп кеткен. Толықтай алып тастадық. Мына Максиманы оталдыру бізге бұйырған екен. Алдыңғы видеода айтқандай, бізге бір электрик келіп, бір жерінде үзік бар шығар. Біздің үйге апарып тастаңдар. Іздеп тексеріп көрейін деп сол электриктің үйіне кеткен болатын. Сөйтіп ол электрик 2-3 күндей іздепті, кабельдерде үзік таппапты. Сөйтіп ең соңында иммобилайзер дұрыс істемей тұр деп басқа бір электрикке жіберіпті, иммобилайзерін тексерсін деп. Екінші электрикке барып ол да ізденіпті. Кішкене шұқыған, бірақ ештеңе таппаған. Компьютерға салған. Компьютер бірде оқып, бірде оқымай тұрған. Оқыған кезде ішінде ешқандай ошибка болмаған. Сонымен аяқ жағында иесін шақырып, бұл машинада электриктік жұмыс жоқ, мотореске апар, моторда компресс жоқ депті. Онысы белгілі, маған форсункіге тоқ шығарып бер депті. Иесі сөйтсе электрик көрсетіп, форсункіде импульс бар екенін көрсеткен. Сөйтіп маған хабарласты, мен айттым, үйіңе әкеп қой, бір қол босаған кезде қараймыз деп. Сөйтіп иесі де үйіне әкеп, кішкене май құйып, бүйтіп енді компресс пайда болсын деп май құйған, қуалаған, сонымен оталдыра алмаған. Сөйтіп кочларға раскастовка жасау үшін қандай дұрыс деп маған жол жөнекей кіріп кеткен болатын. Сөйтіп мен айттым, барып машинаны көрейік, импульс келіп тұр ма, келмей тұр ма. Сөйтіп бардық, барып бірден аккумулятор зарядка қойдық. Сосын мына газдың форсункілері кіретін андай шлангілерге әрқайсысына бензин құйып шықтық. Осы бензиннің күшімен кішкене көбірек компресс пайда болсын деп. Сөйтіп аккумуляторын салдық, отырып кілтті ашып оталдырайын десем, бізде бензин насосы қуаламай тұр. Сөйтіп иесіне айттым, құлағыммен тыңдап көрші мына жағынан. Что-то бензин насосы істемей тұр ғой десем, иесі қарап, мына жерде мына бір фишка бос тұр екен деді. Енді ана электриктіге барған кезде ашып тексерген болуы мүмкін. Негізі мына біз ашпаған болатынбыз. Сонымен осыны қостық, қуаладық. Машина бірінші қуалаған кезде оталған жоқ. Екінші қуалаған кезде әйтеуір кішкене уже лей бастағандай болды.
сөйтіп әйтеуір оталды. Толық газды басып отырып, жаңағы үстіне құйған бензиндерімізбен бірге переливаниемен бірге оталды. Бірақ мына газды до конца басып отырып оталдырдық. Газ солай толық басып отырсаң ғана оталады. Әйтеуір пат-пат етіп әйтеуір 2-3 ғана істеп тұрған сияқты оталып тұрады. Газды жіберіп қалсаң өшіп қалады. Сөйтіп иесі мына жерде мына ашық тұрғанда қолмен былай басқан болатын. Сөйтсек кішкене оборот ұстай бастады нормально болып. Сөйтсек біз енді мынаны ойлағанда жоқпыз. Мына жер ашық тұрады. Негізі заводская жабық па, жабық емес па білмеймін. Бұл бізде волюметрдан алдын тұрған нәрсе. Бұл негізі жабық тұру керек. Біз ойламаппыз да бұны. Сонымен осыны жаптық, кішкене оборот ұстай бастады. Сосын мына жақта мына шлангілердің бәріне бит-бит тығып тастадық. Мына жерде тесік жерлері бар, осылардың бәрін жауып тастадық. Сонымен оборот ұстады, газ баспай ақ. Сосын кішкене қызғаннан кейін уже обороттар тегіс істеліп, нормально болып, машина қалтырамай істей бастады. Сөйтіп бір-екі рет өшіріп оталдырып көрдік. Басында газ баспағанша оталмай тұрды. Кішкене қызып, орнына түсе бастағаннан кейін газ баспай ақ өзі оталатындай жағдайға жетті. Енді форсункіге импульс қайдан шыққанын шыны керек білмеймін. Электриктер де білмейді оны. О жақтан ештеңе өзгертпеген, ештеңені ауыстырмаған. Бәрі қалай тұр, солай тұр. Просто олар іздеп көрген. Кабельдерде үзік жоқ па деп. Бәрі нормально, үзік жоқ. Бірақ импульс енді білмеймін қайдан шыққанын. Осылай әйтеуір импульс пайда болды. Қазір енді мотордың дауысын естіртіп көрсетейін. Мына жақта щитокқа мән бермей ақ қойыңыздар. Тахометр істемейді. Спидометр секіріп тұр. Тек мотордың ғана дауысын естіртейін. Осылай оталып тұр. Мотордың өзінде бізде тегіс істеп тұр мотор. Бірақ мына жақта ролик па бір нәрсе сәл дауыс шығарып тұр. Генераторды қосылып тұрған сияқты. Жалпы осылай. Арт жағын көрсетейін. Енді арт жағында қазір бізде кішкене түтін азайған. Қазір мүлде жоқ түтін. Соған қарағанда ішіндегі майлары сияқты. Кольцодан май кетіп жатқан жоқ сияқты. Мүмкін енді тағы да қыздырып бір-екі күн көру керек. Неге оталмай қалды деген сұрақ мазалап жүрген болатын. Оның да шешімі табылды, шүкір. Қазір көңіл тынышталды. Жалпы осымен бүгінгі аяқтайық. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.